Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен бірге Gemini қосымшасының Storybook бөлімімен танысамыз. Storybook бөлімі жалпы тақырыпқа байланысты кез келген бір шағын ертегі кітап жасауға, тақырып мазмұнын ашуға көмектесетін жақсы жасанды интеллект көмекшісі. Ол үшін біз Gemini қосымшасын ашып, сол жерге жаңа чат құрып, оң жақ менюде книга сказок батырмасын басамыз. Осы жерден кез келген кітап тақырыбын жазамыз. Бірер минуттан соң кітап жүктеледі. Сіздерде тақырыпқа байланысты кітап құрылып жатыр деген вкладка ашылады. Осы вкладкада жалпы кітапты құрып 1-2 минуттан кейін жүктеп алуымызға болады. Міне көріп отырғандарыңыздай кітап құрылды. Кітапты ашып қарап көруге болады. Қарап тұрғандарыңыздай қимыл қозғалыс датчигіне арналған шағын ертегі кітабы жасалды. Ертекті тек қана оқу емес, тыңдатуға да болады. Оң жақ бұрышта тұр, слушать деген батырмамыз тұр, біздің тыңдауға болады. Және де немесе кітапты жүктеп ала отырып, кез келген жерде PDF форматта сақтауымызға болады. Бұл кітап бізге тақырыпты балаларға ертегі тілімен жеткізуге, яғни тақырыпты ашу үшін қарапайым тілде көрсетуге мүмкіндік береді. Және де бұл кітапты көбінесе бастауыш сыныптарға сабақ барысында пайдалануға өте ыңғайлы, және де тапсырма ретінде кітап оқу үшін де беруімізге ыңғайлы.